Қайырлы күн. Бүгін кезектегі сабақты бастаймыз. Бүгін сабақты өткен аптадағы есептердің қорытындысымен бастайтын боламыз. Яғни, мынау сіздердің шығарған есептеріңіз және топтаған рейтингтеріңіз болатын. Енді бүгін кезектегі тапсырма, яғни алгебра геометрияны біттік. Енді күрделі есептерге тоқталатын боламыз. Күрделі есептер. Бірінші есебіміз бізде Лиса, Алиса және Кот Базело. Бұл біздегі Буратино ертегісінен алынған кейіпкерлер. Есептің шартын мұқият оқып шығамыз. Есептің шарты бойынша Алиса менен Базело екеуі ақша талын өсіріп шығарады. Енді поле чудесінде өсіреді ғой, Буратино ертегісінде. Дәл осындай ол жерден талдардан 3 рубльдік және 5 рубльдік алтын монеталар өсіп шығады. Енді Алиса өзіне тек қана 3 рубльдіктерді жинайды, ал Базелоға 5 рубльдік монеталарды береді. Олар ақша жинап болғаннан соң қандай да бір дүкенге барып сауда жасайды. Және сауда жасаған кезде олар өздерінің ақшаларын береді. Енді сауда жасалған N сомаға жасалады деп есептейік. N сомаға. Және олар қайтарымсыз без сдач ақша төлейді. Енді сіздерге осы программада қанша монетаны Базело берді, қанша монетаны Алиса бергенін есептеуіміз керек. Берілім мәліметтерінде бір ғана N саны беріледі. N саны және N-нің мәні 7-ден үлкен және 1000-нан кіші. Шығару форматында біз шығаруымыз керек. Қанша монетаны Базело төледі, қаншасында Алиса төледі. Осыны есептеп шығаруымыз керек. Ал кімде қандай ой бар? Қалай жасауымызға болады? Енді бұл есепті шығару үшін мен алдын ала алгоритм құрып алайық. Алгоритм құру үшін мен мына Excel'де бір формула ойлап таптым. Алдында бар шығар. Қандай да бір сома беріледі, мысалға біздің жағдайымызда 8 болсын. Енді Базело қанша ақша алады, Алиса қанша алады. Енді сәйкес жоғарысына теңгенің монетаның номиналын көрсетіп қойдым. Мына 5-тік, мына 3-тік. Енді бастапқыда Базелоны мен B деп алдым. N деген санды мен 5-ке бөлемін. Және бүтін бөлігі қанша болады? Мысалға 8-ді 5-ке бөл, бүтін бөлігі бізде 1-ге тең болады. Және осыны мен мына жерге жазып қоямын 1 деп. Ары қарап, енді қалған соманы қалдық деп есептейміз. Яғни 8-ді 5-ке бөлген кезде қалдық 3 болады. Ары қарап, А тең, яғни Алисаның ақшасы саны бізде 3-ті 3-ке бөлеміз, 1-ден болады. 1-ден мына жерге жазамын. Енді мына жерде шарт қоямын. Егер қалдық 3 еді ғой бізде, қалдықты 3-ке бөлген кезде қалдығымыз 0 болса, ол кезде мынаны жазамын. Әйтпесе, бұдан 1-ді аламын да, сөйтіп оған қалдыққа 5-ті қосамын. Яғни, мынаны 1-ге арттырып отырамын. Оны келесіде қараймыз. Мысалға, 9 рубль болса, 9 рубльді бастапқыда мынау бойынша бөлген кезде 1-ден болады, яғни 9-ды 5-ке бөлсек 1, 1-ді мына жаққа жазамыз. Қалдығымыз бізде 4 болып қалды. Ары қарап, қалдықты біз 3-ке бөлген 4-ті 3-ке бөлсек 1-ден, енді қалдықты есептейміз. 4-ті 3-ке бөлген кезде қалдығымыз 0 бола ма? Қалдығымыз 1 болады. Демек, ол кезде мына шарт орындалып кетеді. Мына 1-ден 1-ді азайтамыз. Бұдан 1-ді азайтамыз, яғни 1 болады. Мынауымыз бізде 1-ді азайтқанда 0 болды. Енді қалдыққа 5 қосылады. Қалдығымыз 4 еді, 4-ке 5 қосылды, 9 болды. 9-ды 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлсек қалдығымыз 0-ге тең, яғни 3-тен қалдығымыз 0-ге тең.
Демек, осыны жазып шығамыз. 0, 3. Дәл осындай алып, 10-ды да аламыз. 10-да 2-ден 0 болады. 11-ді алатын болсақ, 2-ден береміз. Мынау 2-ден болды. Қалдығымыз бізде 1 болды. 1-ді 3-ке бөлген кезде қалдығымыз 0 шықпайды. Сондықтан біз не істейміз? B-дан 1-ді азайтамыз. Қалдығымыз бізде 6 болады. Енді мынамыз 1 болады, мынау 6 болды. Енді ары қарап 6-ны 3-ке бөлеміз. 2-ден болады. Қалдығымыз 0. Демек, осыны жазып шығамыз. 1 және 3 деп жазамыз. Түсінікті ғой? Мына 2 емес. 2. Шынымен 1 5 монеталық және 1 3 монеталық. Міне осы тәртіпте ары қарап сандарды есептеп кете береді. Енді дәл осыны мен программа кодына жазып шығайын. Оның үшін мен бастапқыда n деп аламын. int input. Так, мен есебім мына болатын, ары қарап бірінші мен базелонның несін есептеп аламын. B тең деймін. Так, n үлкен 5. Ары қарап қалдық тең болады. Так, n үлкен 3. Ой, 5. Так, енді шарт қоямын. Так, қалдық бөлу 3 тең емес 0 болса, яғни тең демей қойын, ол шарттамайын. Тең емес 0 болса, ол кезде мен жаңағы базилодан 1 монетаны қайтаратын боламын. Және қалдыққа осы 5 монетаны 5 рубльді қосамын. Себебі базилонка не еді ғой менде? Қараңыздаршы. Енді болғаннан кейін a тең деймін. Қалдықты бөлем 3-ке. Print. Бірінші базилон шығар деп тұр бізде. Және Алисаныкін шығар дейді. Қараңыздаршы. Так, через пробеларға бірінші код базилонның мәнін шығарамыз. Одан кейін Алисаның мәнін шығарады екенбіз. Енді осыны орындап көрейік. Так. Берді. Так, Лиса. Алиса дейін. Лиса. Орындаймыз. 8 берген кезде. Бірде бір дұрыс. Так, және орындаймыз. 11 берсек. Бірде 2. Дұрыс, Так, келесі мәні 33 бер көрейік. 33, демек 30-та 5-ке бөлсек 6-дан 3 дұрыс. Енді осыны жіберіп көрейік. Программа кодына жібереміз. Жібердік. Бұндайда орындап көрсін. Так, accepted. Орындады шықты. Программа коды. 8-ақ не бар екен бізде? 8-ақ тест бар екен. Осы 8 тесттен өтті. Программа коды. Жазып алсаңыздар болады. Жазып алдыңыздар. Келесі есеп бізде турист. Турист деген есепті оқимыз. Бірінші берілген. Енді қысқа түсінік. Гена өзінің оқушы мектептегі слетқа барады. Оқушылардың туристік слетқа барады. Және ол өзінің классында осы слетқа туристікке палаткаларды апару бойынша жауапты болып бекітілген.
және оның үйінде 3 түрлі палатка бар екен. Бірінші палатканың салмағы А килограмм, және оның ішіне А1, оның ішіне Б1 адам сыяды екен. Екінші палатканың салмағы А2, ішіне Б2 адам кетеді. Үшінші палатканың түрі салмағы А3 килограмм, ал ішіне адам саны кетеді екен Б3. Енді Генаның классында К санда оқушы бар, және таңдалған палаткалардың саны В килограмм болу керек, аспау керек. В килограмм. Берілген мәліметтерде бірінші жолда бізде К және В беріледі, яғни адам саны сыныбындағы, және палатканың салмағы беріледі. Осыдан артпау керек. Және осы К-ның өлшемі 1-ден 15-ке дейін болып, В-ның өлшемі 1-ден 30-ға дейін болу керек. Екінші жолда бізде А1, Б1, А2, Б2, А3, Б3 деп мәліметтер беріледі екен. Және осы палаткалардың мына жерде салмағы 10-нан аспайды әрқайсысы, және оның ішіне кететін адамдардың саны 15-тен артпау керек. Енді шығару форматында егер мүмкіндік болса палаткаларды таңдауға, онда естуіміз керек. Мүмкіндік жоқ болса, no деп беруіміз керек. Ал осыған енді программа құруымыз керек. Енді жалпы бірінші алгоритмін құрып алайық. Одан кейін шартына қарап отырып біз не жасаймыз? Программа құратын боламыз. Жалпы мына жерде палаткадағы оқушылардың саны жалпы мысалға 10 біздің жағдайымызда. Ал енді палаткалардың салмағы 10 килограммнан артпау керек. Берілгені бойынша. Енді А1, Б1, А2, Б2, А3, Б3. Осы мәндерді қоямыз мына жерге. Қараңыздар. 5, 5, 6, 6, 4, 5 болатын. Енді келесі шарттарды қойдым. Егер әрбір палатканың салмағы мына В-дан кіші болса, бірінші жағдайда, және мына одағы адам сыйымдылығы мынадан үлкен болса, К-дан, ол кезде біз бірден естіп шығаруымыз керек. Мына үш жағдайды аламыз. Бірінші жағдай мынау, екінші палатка, үшінші палатка мына талаптарға сәйкес келіп тұрса. Келесі жағдай, бірінші палатка мен екінші палатканы таңдаймыз. Мына бірінші палатка мен екінші палатка. Б1 қосылған Б2, мына жерде Б1 қосылған Б2 нешеге тең болады? 11 болады. Демек 11 адам сыяды екен. Ал салмақтары 6-ға 5-ті қоссақ 11. Демек бұл бізде мына талапқа сәйкес келмейді. Мынау шығады, иә? Енді екінші палатка, бірінші палатка мен үшінші палатканы 1 менен 3. Адам саны қарап отырсақ, 5-ке 5 қоссақ 10. Оны оқушы кетеді екен. Ал салмағы 4-ке 5-ті қоссақ 9. Демек, мына жағдайға сәйкес келе ма? Сәйкес келеді. Яғни 10-ға тең оқушы кетеді ішіне, ал салмағы 9. Демек, осы жерде естуіміз керек. Міне үшінші жағдайымыз бізде екінші палатка мен үшінші палатканы таңдаған кезде, ал төртінші жағдайымыз бізде жалпы 3 палатканы таңдап алған кезде, осы жағдайлардың біреуі сәйкес келсе, біз yes деп шығаруымыз керек. Ал енді бұған программа құруымыз керек. Программаны қалай құрамыз? Енді осы алгоритм негізінде программа құрайық. Программа құрудың бірінші жолдары бар. Мен A1, A2 деп алсам да болады. B1, B2 деп, A3, B3 деп, немесе жалпы массив түрінде де алсам болады. Енді осыны мен сіздерге массив түрінде құруды көрсетемін. Бастапқыда бізге беріледі мәлімет. Бірінші жолда К және В беріледі екен. К және В. Бүтін сандар. Есімізден шықпасын. Ажыратамыз бос орнына. Келесі жолда мен
тізім қылып алайын. Естимін. Бүтін сымдар, оларда естерімізден шықпасын. Ішіндегі мәліметтер split. Келесі мен мәнді шығару үшін не деп алайын? Нәтиже дейін де. Нәтижені тең no деп алайын. Бастапқыда. Егер жағдай орын болмаса no деп аламын. Ары қарап. Енді шарт қоямын. Егер сумма менде жалпы екі қадамменен менде қосындысы болса, яғни алардың қосындысы менде бұл не болса, менде кіші болса, алардікі в-дан кіші болса, яғни салмақтан кіші болса, және өз кезегінде бұлардың қосындысы. Так, сумма деймін. Сумма А деген қалып кетті мына жерде менде. Демек, бірден бастаймын. Екі қадамменен осы нені анықтап алады екен. Так, бұл бізде үлкен немесе тең К-ға болса. Ол жағдайда мен нәтиже не деймін? Нәтиже тең ес деймін. Бірінші жағдай орындалса. Дәл осындай болып мен келесі жағдай, екінші жағдайды аламын. Екінші жағдай, жаңа көрсеттім ғой сіздерге. 3, 4, 5, 6, 7 болсын. Енді бірінші жағдай орындалса, мен екінші жағдайды орындау тексеріп отыруым қажет па? Осы жерде мен elif дей саламын, бірден аламын. Енді бұл жерде менде екінші, үшінші палатканы аламын. Яғни 4-тен бастайды. 4-тен бастайды. Және екі қадаммен алатын болады. Келесіде мен бірден бастаймын да 5-ке дейін екі қадаммен секіріп отырады. Яғни әрбір палатканы алып отырамын. Келесі жағдайым бұны да if демей, elif'тен себебі аттап кететін болсын. Енді келесі жағдай мен екінші палаткадан бастаймын және аттап кету арқылы мен екі қадаммен аттап отырамын. Екі шақпен. Себебі А, Б деп берілген ғой. А1, Б1 деп. Сондықтан мен екі қадамды алып отырамын. Так, мына жаққа жазамын. Егер 3-тен бастаймын және ары қарап аттап отырады. Ол жағдайда мен нәтиже ес болады. Келесі жағдай менде elif деймін. Жалпы жағдайды аламын. А нолевой қосылған. Суммасыз алайын. Жеке-жеке алайын. Қосылған А4-тен. Бұл менде не болды? Бұл менде бірінші және ең соңғы палаткалар болды. Сәйкес, мына жерде А сумма демеймін. А1 менен А5 аламын. А1 және қосылған А5 менде не болса? Так, К-дан үлкен болса. Мынаны ары қатарға жеке-жеке жазыңыз. Шатасып кетуіңіз мүмкін. Мен енді қайта шатаспаймын. Енді келесі әрбір палатканың өзін жеке-жеке алып шығамын. А0 Б-дан кіші болса, және А1 К-дан үлкен болса. А1 менде К-дан үлкен болса. Ол кезде естимін. Келесіде так, мынанда elif'тен себебі қайта орында отыруының қажеті жоқ. Elif алдын жазамыз. Else if деген ғой. Келесі else if так, А менде 2-ні аламын. Жұптар ғой менде. Салмақтар. Ал тақтары менде не болады? Тақтар менде осы 2, 3. Тақтары менде ол адам саны болады. Келесі шарт.
ең соңғысы elif. Так, төртінші. Бұл менде бұдан кіші болу керек. Яғни салмағы. Және S адам саны менде көп болу керек. Қадан. Осы жағдайда мен нені шығарам? Бәрі шартты қойып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5. Менде жаққа 4 өтіне 1, 2, 3, 4. Және әрқайсысын жеке-жеке салыстырып шықтым. Жақсы. Енді осыны нәтиже қалды. Шығарым керек. Print. Так, нәтиже. Дұрыс па екен? Дұрыс па? Жауап беріп көрейін әлі орынды. Ескертетін нәрсе, сіздер алдын ала мына сайтқа жіберместен алдын бір-екі рет тексеріп алыңыздар. Так, мынаны турист дедім. Турист. Бірінші рет тексеріп көріңіздер. Себебі әртүрлі жағдайды қараңыздар. Сәйкес болмаса, онда бізде орындалмай қалуы мүмкін. 5, 5, 6, 6, 4, 5. 5 шықты. Келесі жағдай. Туристте. Орындаймыз. 10, 10, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Неліктен? Себебі 5-ке 6-ны қоссақ 11, 5-ке 7-ні қоссақ 12. Демек, мынадан асып кетіп жатыр. Сондықтан бұл жағдайда қалай қылғанда да салмағы артып кетеді екен. Так, енді осыны жіберейік. Сіздер ойламаңыздар, мен мынаны бірден шығарып жіберді деп. Себебі бұған дейін мен бірнеше рет шығарып көрдім бұны. Сөйтіп анализ жасап, ішіндегі ең оптимальный жауаптарды сіздерге көрсетіп отырмын мінекей. Оған не қарап отырсаңыздар, мінекей неше рет жіберген мен? 7 рет жіберіп, мына 8-ші ретте өтіп отыр. Бұл есептерді шығару оңай емес. Бірінші түрлендіруге сәйкес келіп тұрады. Мына арасында бір символдар қалып кетуі мүмкін. Міне мұқият қарап жазып алыңыздар есептің несі, мына коды. Өздеріңіз де осында түрлендіріп көріңіздер. Ішіндегі бір мәлімет сәйкес келуі мүмкін, бір мәлімет сәйкес келмеуі қалуы мүмкін.